Достар, біз алдыңғы сабақтарда бизнес страница аштық және де рекламаға арналған Instagram, WhatsApp'та жалғадық. Енді біз бизнес-портфолио және де рекламный аккаунт ашатын боламыз. Жалпы таргетті дұрыс түсінбейтін жандар главный аккаунттың өзімен немесе страницаның өзімен реклама жібереді, сосын рекламасы боққа кетіп қалса, главный аккаунты боққа кетіп қалады. Жалпы біз бизнес-портфолио бизнес-портфолияның ішінен бірнеше рекламный аккаунт ашатын боламыз. Сол кезде біз рекламный аккаунттан реклама жіберсек, біздің Наргиза Тұрсынбаева деген главный аккаунтымыз боққа кетпейді. Бір рекламный аккаунтымыз боққа кетіп қалса, біз екінші рекламный аккаунтпен реклама жібере беретін боламыз. Солай біз главный аккаунтты сақтап қала аламыз, достар. Ендеше мен сіздерге бірінші орында бизнес-портфолио создать етіп көрсетейін. Сол беттегі настройкаға өтіп, осы жерден мета бизнес суит дегенге өтетін боламыз. Мета бизнес суиттің ішінен біз қазір, жалпы біз бұрында біз бизнес менеджер деп аталатын еді, ал қазір бизнес портфолио деп аталынып кеткен. Осы жерде бизнес портфолияның ашқан кезімізде мінеки біз жаңа кірдік, сол мета бизнес суиттің ішіне кірдік. Сол жерде өзімізге қажетті страницаға арналған бизнес портфолио ашамыз. Создать бизнес портфолио. Осы жерге бизнес портфолиямыздың атын жазатын боламыз. Мен жай ғана аккаунт реклама деп атамын. Аккаунт реклама. Өзіңізге түсінікті қылып жазып алсаңыз болады. Аккаунт реклама. Мына жаққа имя, фамилия деген жерге кәдімгі Facebooktың аты жөнін жазамыз, достар. Кәдімгі Facebookта қалай аты жөніңіз тұр, дәл солай дұрыс аты жөнін жазатын боламыз. Тұрсынбаева. И мына жерге рабочий электронный адрес жазамыз, достар. Жұмыс жасап тұрған электронный адрес болу қажет. Себебі сіздерден көп әрдайым Facebookқа кірген уақытта электронный адресқа кіріп тексеретін болады. Айлин Саттарбек 14@gmail.com. Міне, достар, осылай қазір ашамыз. Создать. Басқа ат жаз деп тұрды бізде. Қазір мен Айлин, жай ғана Айлин реклама деп жазып көрейінші. Айлин реклама. Жалпы, достар, менде бизнес портфолио ашылмай тұр. Бұндай жағдайда біз сіздерде ашылады. Себебі менде бизнес портфолиолар өте көп клиенттеріме арналған. Сол үшін мен сіздерге қазір бірден рекламный аккаунт ашуды көрсететін боламын. Ал енді кеттік. Осы жерден біз адрес менеджер дегенге кіреміз. Бұл жерден емес, главный аккаунтқа барып кірсеңіздер де дұрыс болады. Осы жақта, сол жақта адрес менеджер деген болады, достар. Сол жаққа мінеки адрес менеджерге кіреміз. Осы жерден қазір мен сіздерге рекламный аккаунт ашып көрсетемін, достар. Жалпы мынандай жағдайларда болады, достар. Бизнес портфолио создать етілмей тұрады, жаңағыдай. Сіз максимальный числоға жеттіңіз, бизнес портфолио создать ете алмайсыз деп тұрады. Бірақ біз иногда рекламный аккаунт ашқан кезімізде автоматом сол рекламный аккаунтқа, мысалы үшін қандай Instagram жалғанып тұр, жаңағыдай страница ашып, автоматом дәл сол Инстаграмның атымен бизнес портфолио ашылып кетуде мүмкін, достар. Болашақта таргет жіберіп жатқан кезде жалпы өзім кері байланыста боламын ғой, всегда сол жақта мен сіздерге көрсетіп кететін боламын. Мінеки, мынаның барлығы менің бизнес портфолиоларым, достар. Жалпы жаңағыдай Клиника Утешева, Алина Бейби KZ дегендерге мен бизнес портфолио ашпаған, достар. Жалпы мен рекламный аккаунт ашқан кезімде автоматом өздері бизнес портфолиолар менде ашылып кеткен. Көрдіңіздер ма, достар? Ал мына клиентке реклама дегендерді мен өзім создать еткем. Ал мынау Жансұлтан Сабет, Ратан Клайв дегендердің барлығы автоматом өздері бизнес портфолио ашылып кеткен. Енді, достар, дәл қазір мен рекламный аккаунт ашып көрсетемін. Менде жалпы косметологыма арналған бизнес портфолияның ішінде 2 ғана рекламный аккаунт бар. Яғни мен бұл жерде тағы да бір рекламный аккаунт аша аламын. Егер сіздердің Facebooktарыңыздың траст деген болады, трасттары жоғары болса, Facebook'ыңыз біраз уақыттан бері реклама жіберіліп, жалпы активны Facebook болған жағдайда сіздерде рекламный аккаунт тез ашылады, достар.
Мінекей достар, мен жаңа кірдім, бизнес портфолиоға кірдім, Дірі дерматокосметолог Нагиманың бизнес портфолиосына кірдім. Осы жерде міне менде бір ғана страница бар, және де рекламный аккаунт. 2 рекламный аккаунт бар достар. Енді мен сіздерге жаңадан рекламный аккаунт ашып көрсететін боламын. Добавить дегенді басамын. Осы жерде создать новый рекламный аккаунт дегенді басамыз достар. Жаңадан клиент деп аша саламын мен, просто так, чтоб маған түсінік болу керек. Немесе жаңа мен сіздерге мебельный салон деп ашып көрсеттім ғой, давайте мебель реклама деп ашамын. Мебель реклама. Бұл менің мебельмен жасайтын клиентіме арналған рекламный аккаунт достар. Сосын часовой пояс. Мысалы үшін сіз қандай клиент аласыз, сол клиентке арналған рекламный аккаунтты сол клиенттің бизнесіне байланыстырып ашатын боласыз. Часовой поясқа біз жалпы +6 Азия такка деген таңдаймыз достар. Міне Азия такка. И бізде доллар всегда США. Мебель реклама, часовой пояс, доллар США деп тұрады. Далее. Бұл сіздің компанияңыз ба? Сізге арналған рекламный аккаунт ба деп сұрап тұр достар. Я, моя компания дегенді таңдаймыз. Сосын мына жақта сұрап тұр. Дірі дерматокосметолог бизнес портфолиоға осы рекламный аккаунттан доступ берейік па деп сұрап тұр. Я, достар, доступ беру қажет. Я принимаю деп басамыз да создать рекламный аккаунт дейміз достар. Енді біз осы бөлімде уже біз карта жалғайтын боламыз достар. Кәдімгідей Каспий болсын, Народный болсын жалғай беруге болады. Қазір мен қандай данныйлар жалғау керек көрсетіп кететін боламын достар. Мінекей, добавить платежный информацию деп тұр достар. Жалпы сіздер картаны осы жерден сразу жалғап кетсеңіздер деп болады. Немесе басқа, сосын келесі настройкада басқа жерден жалғауды көрсететін боламын. Казахстан, доллар США, часовой пояс дұрыс, далее. Кәдімгідей Каспийден болсын, карточкадан болсын, біз жаңағыдай бүкіл данныйларымызды жазып картамыз тіркейтін боламыз. Сосын мінекей кірген кезде достар, информация компания, налоговая информация деген редактировать ететін боламыз. Обязательно өте маңызды жер достар, бұл бар ғой. Информация о компании редактировать еткен кезде біз қазір таңдаймыз. Я представляю юридическое лицо в Казахстане деген таңдаймыз. Бұл бізді ешқандай налог алмай реклама жіберуге көмектеседі достар. И осыны таңдаған кезімізде бізден Фейсбукта, Инстаграмда ешқандай налог алмайды. Біз қандай доллар қоямыз, сол доллармен реклама кететін болады. Дебетовая или кредитная карта деген таңдаймыз достар. Далее. Осы жерге имя, фамилияны толық жазатын боламыз достар. Қазір мен минутты кішкене тексеріп алсам, қанша минут қалды бізде. Әлі менде 3 минут бар екен. Кеттік, осы 3 минутта мен сіздерге картаны жалғауды көрсетіп жіберсем. Имя, фамилияға картада қандай аты жөніңіз тұр, дәл солай жазасыздар. Назарбаева. Дұрыстап жазайын мен. Баева. Сапаргүл Назарбаева. Номер карты жалғаймыз достар. 4400 4302 8009 96 38. Неке достар. Жаңағыдай нені істейтін боламыз? 0625. И сосын жаңағыдай 3 сандық құпия сандарыңыз бар ғой, TV. Соны жазатын боласыздар. Карта жалғаған кезде, я достар, түсінікті болды деп ойлаймын мен сіздерге. Жаңағыдай карта жалғауға кіреміз, жаңағыдай налоговая информацияны, я юридическое лицо в Казахстане деген таңдаймыз, одан кейін дебетовая или кредитная картаға басып, Сапаргүл Назарбаева, номер карты, жаңағыдай срогын картаның, срог өтіп кеткен карта жалғауға болмайды достар. Сосын карта жалғаған кезде тағы бір нәрсе айта кетейін, сіздерде оплата в интернете ашық тұру керек достар. Себебі карта жалғаған кезде Facebook сіздің картаңызды тексереді. Сол кезде оплата в интернете ашық болса, картаңыз сразу жалғанып кетеді достар. Сол үшін біз мінекей жаздық, сохранить ететін боламыз. Сіздің Каспийіңізға 0 теңге алынды деген сообщение келеді. Себебі Facebook тексереді, бұл рабочий картама или не рабочий картама. Достар, менде карта жалғанған жоқ. Себебі менің картам 2-3 рекламный аккаунтқа жалғанып тұр. Сол үшін сіздер карта жалғанған кезде басқа рекламный аккаунттарға жалғанбаған, кәдімгідей таза картаны жалғаңыздар, я достар? Не удалось дейді. Дәл осылай карта жалғаймыз достар.
тағы да мен басқа жерден де карта жалғап көрсететін боламын келесі видеода. Мінекей достар, бізде рекламный аккаунт ашылды. Енді адас менеджерге барамыз. Өзіміз